Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге наурыз көжені рецептісін ұсынамын. Наурыз көжені әр аймақта әр түрлі дайындайды. Ең бастысы құрамы жетеуден кем болмауы қажет. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен кастрөлге салқын су құйып, ет пен қазымызды салып пісіреміз. Мендегі ет бұл тұздалған, яғни сүрленген ет. Суымыз кішкене қайнай бастаған соң бетіне көбігі шығады. Көбіктің барлығын алып тастауымыз қажет. Сол кезде біздің сорпамыз мөлдір, әдемі болады. Қақпағын жауып, жай отта ет толық піскенше 2-2,5 сағат пісіреміз. 2 сағат өткен соң етіміз толығымен пісіп дайын болды. Бөлек ыдысқа салып аламыз. Содан кейін сорпаны сүзгінің көмегімен тазартып аламыз. Біздің сорпамыз тап-таза, әдемі болу қажет. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Наурыз көжені мен 7 түрлі тағамнан жасаймын. Біріншісі бұл сорпа болса, екіншісі бұл туралған ет. 3, 4, 5 менде бұл дәнді дақылдар, яғни арпа, тары және де жүгері. Үшеуінде алдын ала бөлек-бөлек мен пісіріп алдым, яғни барлығы дайын тұр. 6-шы езілген құрт. Егер де сіздерде езілген құрт болмаса, онда қатты құртқа сорпаны құйып езіп алуға болады. Және де 7-шісі айран. Енді сорпамызға барлық ингредиенттерді салып, наурыз көжемізді дайындаймыз. Ең алдымен етті саламыз, еттен кейін піскен арпаны саламыз. Содан соң тары және де жүгеріні салып, сорпамызды кішкене араластырамыз. Содан кейін үстіне езілген құртты саламыз. Жаңа айтып өттім, езілген құрт болмаса, қатты құртқа сорпаны құйып, жібітіп алсаңыздар да болады. Ең соңында айранды құйып араластырамыз. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Өте оңай жасалынады. Ең бастысы дәмді әрі пайдалы. Себебі құрамындағы ингредиенттердің барлығы адам ағзасына пайдалы тағамдар. Наурыз баршамызға құтты болсын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, сау болыңыздар.